Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз редакторға кіріктірілген нысандар. Сабағымыздың мақсаты нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру. Бағалау критерийлері. SketchUp 3 өлшемді редактордың интерфейсін біледі. Негізгі командалар мен инструменттер панелінің құралдарын пайдалана алады. 3D объектілерді қолдана алады және өңдей алады. Қарапайым объектілерді өңдейді. SketchUp редакторында нысандарды кіріктіру, импорттау мүмкіндігі туралы қорытынды жасай алады және талдай алады. Нысандардың 3D модельдерін кімдер жиі қолданады деп ойлайсыңдар? Қане ойланып көрейік. Біз нені білеміз? 2 өлшемді және 3 өлшемді графиканың айырмашылығын, объект, модельдеу ұғымдарын, модельдеу қажеттілігі қай кезде туындайтындығын, 3D графикасымен жұмыс жасайтын бағдарламаларды, 3D нысандарын құру кезеңдерін, SketchUp 3D редакторының интерфейсін, құралдар тақтасындағы 20 батырманың негізгі қызметін, 3 өлшемді графика қандай салаларда кеңінен таралатындығын білеміз. Олай болса, бүгін редакторға кіріктірілген нысандар тақырыбы бойынша мынадай сауалдарға жауап аламыз. Кіріктірілген нысандар дегеніміз не? Екінші, оларды не үшін пайдаланады? SketchUp бағдарламасында объектілерді кірістіруге болатын қандай модульдер бар? Басқа объектілерді қайдан және қалай кірістіруге болатындығымен танысамыз. Программаға енгізілген ішкі стандартты программа модульдерін кіріктірілген нысандар деп атайды. Яғни, SketchUp бағдарламасы алғаш рет жүктелген кезде онымен бірге орнатылған модульдерді кіріктірілген нысандар немесе модульдер деп атайды, объектілер деп атайды. Бүгінгі сабақта біз осы кіріктірілген объектілер, материалы, компоненты және стили диалогтық терезелерімен танысамыз. Материал модулі арқылы құрастырылған модельді бояуға, нысанның сыртқы бейнесін табиғи көрінісіне сәйкестендіруге болады. Мысалы, үйдің моделін құрастыру үшін үй қабырғасының материалын, үй қабырғасы егер кірпіш болатын болса, кирпичи, обрисовка, ағаштан болса, древесина түрін таңдау керек. Ал үйдің төбесін жасау үшін кровля бөлінен металлическая немесе шиферді таңдауымызға болады. Компоненты модулінің көмегімен дайын нысандарды программаға кірістіруге болады. Іздеу жолағының көмегімен 2D немесе 3D модельдердің дайын сұлбасын ғаламтордан тауып, көшіріп алуға болады. Ал көшіріп алынған компоненттерді қайта өңдеуге және толықтырып құрастыруға болады. Стили модулі көмегімен құрастырылып жатқан нысанды бейнелену стилін өзгертуге және түсін өзгертуге болады. Суреттен көріп отырғанымыздай, түстерден бөлек өзіміз қалаған түстерді де қоюға болады. Олай болса, осы айтылған компоненттермен SketchUp бағдарламасын іске қосып, олармен танысып көрейік. Редакторға кіріктірілген нысандар мен SketchUp бағдарламасын іске қосып, толығырақ қарастырайық. SketchUp бағдарламасының жұмыс үстелінде өздеріңіз көріп отырғандай, бірнеше нұсқаларының жарлықтары орналасқан. SketchUp 8-ші версия нұсқасы, SketchUp 2017, SketchUp 2019, SketchUp 2015-ші версиясы. Оларды іске қосу үшін осы жарлықтардың бірін екі рет шерту керек. Немесе іске қосу батырмасын бірлескен кезде басты меню ашылады. Осы жерде SketchUp 2015, 2017, 2019 нұсқаларының бірін таңдап алу мүмкіндігі бар. Енді SketchUp 8 және SketchUp 2017 нұсқаларын қарастырып көрейік. Мынау SketchUp 8-ші нұсқасы, ал мынау 2017 нұсқасы. Екі нұсқада да терезе элементтерінде, жалпы терезе элементтерінде ешқандай айырмашылық жоқ. Айырмашылық тек қана мына SketchUp 8-ші нұсқасында тікбұрыш, шеңбер, құралдар тек бір-бірден ғана орналасқан болса, ал SketchUp 2017 версиясында олар жетілдірілген. Яғни құралдар айырмашылық құралдар тақтасында ғана. Құралдар тақтасы жетілдірілген. Енді бұл редакторға кіріктірілген нысандармен танысайық. Ол нысандар терезе, ары қарай лоток менюінде бірінші материалы нысаны. Материалдар нысаны. Бұл нысандарды жинап қою керек болатын болса, бұл жердегі
сфероид батырмасын бірлестіруімізге болады. Ол материалдарды нақты қолдану үшін қазір біз өзіміз жасаған модельді ашайық. Ол үшін файл открыть командасын таңдаймыз және ол файлдың орналасқан жері менде SketchUp бумасында дом 1 деп сақталған. Міне өзіміз жасаған үйдің моделін аштық. Енді бұл модельге аздаған өзгеріс енгізейік. Ол үшін линия құралын аламыз да мына нүктеден қарай шеткі қабырғаны көрсетеміз. Одан кейін соның бойымен міне фиолетовый сызық бізге нұсқағыш көрсетіп тұр. Енді оның қай жергеден барып біту көрсету үшін мына нүктені көрсетеміз. Конечный точка дегенді. Ол жерде 2 секунд ұстап тұрып, ол жерде бірлестіреміз. Ары қарай, былай қарай тартқан кезде бізде қай өспен тарту керек екендігін нұсқағыш көрсетіп тұр. Бізге керегі мына қабырғаға параллель жылжыту керек. Ол үшін сол қабырғаға 1-2 секунд ұстап тұрғаннан кейін ары қарай міне фиолетовый сызық пайда болды. Оны осы фиолетовый түстің бойымен мына нүктеге қарай әкеліп жылжытамыз. Енді бізге керек емес сызықтарды өшіріп тастауымыз керек. Ол үшін сол сызықтарды белгілеп алып, delete пернесін басамыз. Мына жерде де мынау қажет емес, оны да өшіреміз. Мына сызық қажет емес, оны да өшіреміз. Енді мына жерді ішіне қарай кіргізейік. Міне үйдің шатыры енді әдемі болып көрінеді. Енді бұл үйдің мына жақ шатырын қазір өздеріңіз жасайсыздар. Осы өзіміз жасаған үйдің моделіне біз материалдар нысанын қойып көрейік. Материалдарды қолдану үшін бізге мысалы қабырғаға материалдар қолдану үшін мына жерден таңдап алуымызға болады. Кирпич облицовка қабырғаға арналған, мысалы өзімізге ұнаған материалды таңдауымызға болады. Ары қарай өздеріңіз жалғастырасыңдар. Шатырға кровля бөлімін таңдаймыз. Кровля бөлімінде өзімізге ұнаған мына жерде таңдап алу мүмкіндігі бар. Өзімізге ұнаған материалды қолдануға болады. Ары қарай еске материал қолдану үшін мына жерде дерево деген таңдап аламыз. Одан кейін осының ішінен өзімізге ұнаған материалды қолданамыз. Есіктің алдына біз көл жасайық. Көлді қолмен сызу құралын пайдаланып, мына жерден бізде көл болсын. Енді бұл көлді көлге ұқсату үшін оған материал қолданамыз. Ол үшін бізде мына жерде вода деген материал бар. Міне бізде әдемі көл пайда болды есіктің алдында. Осылайша біз өзіміз жасаған модельді толық материалдармен қамтып шығуға болады. Редакторға кіріктірілген келесі нысан компоненттер нысаны. Оны іске қосу үшін окно, лоток по умолчанию, компоненты қатарын таңдаймыз. Сол кезде бізде міне компоненттер нысаны ашылды. Бұл жерде бізге 2 бума берілген. Олардың біріншісінде мысалы забор қоюға болады. Оны масштабтау құралының көмегімен созуға болады. Жылжыту құралымен қажетті жерге жылжытып қоямыз. Ал бұру құралымен оны айналдырып, бұрып орналастыруға болады. Яғни компоненттер. Бұл компоненттерде мына жерде сектор дейді, ұнаған компонентті таңдап алу мүмкіншілігі бар. Немесе бұлар ұнамаса, компоненты бөліміне қайта барайық. Отбор образцов компонент деген бар. Оның ішінде мысалы кез келген нысанды қоюға болады. Міне есіктің алдына мынадай автомобильді қойып қоюға болады. Оны да масштаб құралы арқылы оны масштабтауға, яғни көйтіп кішірейту әрекеттерін орындауға болады. Немесе переместить құралының көмегімен оны жылжытуға болады. Және бұру құралының көмегімен оны айналдырып бұрамыз. Міне компоненттер бұл кіріктірілген негізгі
SketchUp бағдарламасының өзіндегі стандартты компоненттер. Бұл компоненттер сізді қанағаттандырмаса немесе ұнамаса, онда ғаламтор арқылы жүктеп алуға болады. Менде қазір интернет жоқ болғандықтан мен бұл компоненттерді көшіріп ала алмаймын. Сондықтан да мен бұрын ғаламтордан көшіріп алған компоненттерді импорт жасау арқылы өз компьютерімдегі дайын компоненттерді орналастыруыма болады. Мысалы, мына жерде лошадь, стул дейді, дерево дейді. Мына жерге дерево компонентін орналастырып қояйық, мына жерге бақшаның жанында болсын. Келесі компонент тағы да импорт қатарын таңдау арқылы біздің мына жаңа өзіміз жасаған көлге қайықты орналастырайық. Яғни міне осылайша біз өзіміз жасаған модельді одан әрі әрлеуге мүмкіндігіміз бар. Масштаб құралымен кішірейтіп, міне осылайша орналастырып қоюымызға болады. Бүгінгі сабақта біз қарастыратын үшінші нысан ол окно, лоток, стили қатарын таңдаған кезде ашылатын стильдер объектісі. Мына объектілерді жинап қою үшін мына жердегі батырманы басамыз. Мысалы, материалы нысанын жинап қою үшін мына жерде бірле шертеміз. Компоненті онда пока бізге қажеті жоқ, сондықтан оны жинап қоюға болады. Енді бізге қазір қызықтырып отырған стили нысаны. Стили по умолчанию, яғни үнсіз келісім бойынша бастапқыдағы стиль берілген. Енді біз оның ішінде стильдерді өзіміз таңдап алу мүмкіндігіміз бар. Победители дейді, барлығын ашып өздеріңіз көрулеріңізге болады қазір. Цветовые схемы, яғни міне әртүрлі стильдерді қолданып көрулеріңізге болады. Егер де бізге бұл стильдердің барлығы ұнамай жатсатын болса, онда яғни үнсіз келісім бойынша стиль қатарын таңдауымызға болады. Онда объектіміз бұрынғы қалпына қайтып келеді.